ойбай. Енді Өзбекстан шекарасында болған тірлік қой ол. Тамаша. Бір кісі таможняны өтеді екен да, аптасына 2 рет. 2 қап құмартып алып, мотоциклмен өтеді екен да. Соны таможниктер ұстап алады екен. Сөйтеді екен, және құмын төгіп, құмының бәрін тексереді екен ғой. Сөйтіп ештеңе таппайды екен да. Сөйтіп ана шекарашы жігіт бар ғой, 10 жыл жұмыс істеп пенсияға шыққан ғой сүйерден. 10 жылдан соң жаңағыдай кісіні көріп қалыпты, көшеде келе жатып. О, көке, ассалаумағалейкум. Сіз бағана мотоциклмен өтетін жігіт емессіз ба деп. Иә, мен ғой депті. Иә, құм салып алып депті. Иә, мен солмын ғой депті. Көке депті, мен таможнядан пенсияға шықтым депті. Енді сізге кедергі бола алмаймын мен депті. Енді мен сізді ұстамаймын, бірақ шыныңызды айтыңызшы. Баяғыдан құмның ішінде не бар еді депті. Ол құмның ішінде ештеңе жоқ деп ойлады. Ей, неге онда құм алып өтесің деген ғой. Сендер төгіп тексердіңдер ғой. Шыныңды айтшы, айтпаймын ешкімге деген ғой. Құмның ішінде не бар еді десе, құмның ішінде ештеңе жоқ еді. Неге алып өтесің сонда былай қарайсың? Сендер дұрыс түсінбегенсіңдер ғой деп айтады. Нені десе, негізі мен мотоциклдер сататын тұғым деп айтады.